16 жастағы бала әкесіне сұрақ қояды. Әке, мен 18-ге толғанда маған қандай сыйлық жасайсың? Әкесі жауап береді. Балам, алда әлі уақыт көп. Барынша саған ұнайтын сыйлық жасауға тырысамын дейді. 18 жасында бала ауруханаға түседі. Диагноздың аты қауіпті жүрек ауруы. Баласы әкесіне тағы сұрақ қояды. Әке, мен өлем бе? Әкесі көзіне жас алып үнсіз қалады. 18 жасында бала ауруханадан үйіне қайтады. Үйінде столдың үстінен бір хатты тауып алады. Хатта былай деп жазылған екен. Балам, есіңде ма, маған сұрақ қойып ең. Мен 18-ге толғанда маған қандай сыйлық жасайсың деп. Мен саған сыйлық ретінде жүрегімді бердім. Толған күніңмен балам.